Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге құрттың пайдасы және де қандай ауруға ем екендігі жөнінде толық ақпаратпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Құрт сөзінің мағынасы құрғатылған және кептірілген сүт деген мағынаны білдіреді. Пісіріп, майы алынған айранды қайнатып, дорбада сүзіп алып, тұздап, өреде кептіріп сақтайтын тағам түрі. Жасалуы тәсіліне қарай құрт, сықпа құрт және ақ құрт, қара құрт, майлы құрт деген түрлерге бөлінеді. Қазақ ырымы бойынша кеппеген құртты жеуге алуға болмайды. Егер өреден құрт алып жесе, жауын жауады деген ырым бар. Құрт қазақтың бірнеше ғасыр бойы ішіп жеп келе жатқан ұлттық азығы, кәделі асы, өте тоқ тағам. Ол көбінесе қысқы азық есебіне ерте әзірленеді. Қазақ әйелдері құртты жаз басынан бастап күзге дейін үздіксіз дайындап, қыста қап-қап құртпен түседі. Бір құртпен 4 аурудан арылуға болады. Ол ең біріншіден құрттың құрамында тұз болады, ал оның ауыз қуысы үшін өте пайдалы ұшан теңіз. Күнделікті 2-3 құрт жеп жүрген адамның ауыз қуысында ешқандай ауру болмайды. Тістері қатайып, ас қорытуы жақсарады. Ағзасында кальций көбейеді. Егер баспамен ауырып қалған жағдайда күніне 5-6 құрт жеңіз. Құртты жеу барысында сілекей көп бөлінеді. Сілекейдің құрамында лизоцим деген зат болады. Ол ауыз қуысын бактерияларын тазалайды. Ал құрттың құрамында тұз баспаны жеңілдетуге өз әсерін тигізеді. Әрі құрттың арқасында ас қорыту жақсарады. Құртты көп мөлшерде жесеңіз, қайта-қайта шөлдей бересіз. Ондай жағдайда кептірілген алмадан жасалынған компот ішкен жөн. Осы компотты күнделікті ішіп жүру бүйректегі тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарын жағдайын жақсартады. Мінекей құрметті көрермендерім, дәрі-дәрмек деген қол созым жерде. Баспа үшін бір қорап дәрі-дәрмек алып, шығындалудың қажеті шамалы екенін көз жеткіздіңіз бе? Баспамен ауырып қалған жағдайда осы тәсілді қолданып көріп, нәтижесіне көз жеткізіңіздер. Видео соңына дейін көргендеріңіз үшін алдын ала рахмет. Сіздерге пайдалы болса, лайк, комментарий қалдырып, тіркеліп алыңыздар.